Сәлем достар, құрметті менің тұрақты көрермендерім. Сіздерге бүгін французский рулеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге алдымен дүкеннің слоеный тестасы қажет болады. Соны 4 бөлікке бөліп, бір ғана бөлігін пайдаланатын боламыз. Қажетті граммдарын видеоның астына жазып кететін боламын. Слоеный тестамыздың бір бөлігін осылай төртбұрышты етіп жұқалап жазып аламыз. Құрметті тұрақты менің көрермендерім, видеоны тамашалап, лайк басып, пікір қалдырып, қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Мен толықтай жазып дайындап қойдым тестамды. Енді бізге сыр және шпинат қажет болады. Шпинат болмаған жағдайда укроп немесе басқа да шөптерді пайдалансаңыздар болады. Шпинатпен бірақ дәмі ерекше дәмді болып шығады. Осылай тестамыздың шетіне шпинатымыз бен сырымызды жақсылап орналастырып шығамыз да, тестамыздың бір шетін алып, сырымызды жан-жағына ақ кетпейтіндей етіп, бір-біріне біріктіріп жапсырамыз. Тестамыздың екі шетін міндетті түрде бір-біріне бекітіп жапсырыңыздар. Екі шетін жақсылап бір-біріне біріктіргеннен кейін противеніміздің үстіне орналастырамыз. Одан кейін бізге бір жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамызды шанышқының көмегімен жақсылап екеуін бір келкі массы болғанша араластырамыз да, тестамыздың үстіне жағамыз. Жұмыртқамызды тестамыздың бетіне жаққаннан кейін осылай пышағымызбен жаймендеп араларын осылай бөлшектерге бөліп кесіп шығамыз. Пісіп шыққаннан кейін дәл осы кесілген жер бойынша кесіп сразу дастарханға қойып ұсына беруге болады. Мен духовкаға салар алдында тестамның бетіне күнжутты септім. Егер сіздер күнжутты ұнатпасаңыздар, макты сеуіп жіберсеңіздер де болады. Бұл біздің рулетіміздің бетіне әдемі сән беріп тұрады. Міне менің рулетім пісіп шықты. Енді арасын сіздерге осылай кесіп көрсетіп тұрмын. Негізі сәл суығаннан кейін кескен абзал. Жалпы рулетімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут аралығында пісіретін боламыз. Осындай тәтті тіске басарларымызды холодныйға немесе күнделікті кешкі асқа ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте тәтті, әрі ерекше. Достар, менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.